өкшесі жерге тимей екі өкпесін қолына алып жетті. Үшеуі үш жерде еңіреп жылап отыр. Үлкені кішкентайын жұбата алмай қыстығып жыласа, ортаншысы соларға қосылып бостан-босқа еңіреуде. «Боқатақандарым-ай!» деп Марғұа келісімен үлкен екеуінің бетін жуып, қалтасынан тәтті алып беріп алдынан тұрды. Кішкентайының жөргегін ауыстырып, қайтадан құндақтап емізуге отырды. Торғайдың балапандарындай аузын ашып жан-жағына бетін бұрып, емшек іздеп талғанған сәбидің түрін көріп, игіліп қоя берді. Екі ұрты бүлкілдеп, төсін сорған баласының жүзіне ашы жасы тамып отырғанын сезер емес. Балалары жұбанды. Сүтке тойып медеті мұрны пысылдап ұйқыға кетті. Аналары қасында болған соң үлкендері де өздерімен өздері алаңсыз ойынды соғуда. Көз жасына ерік берген Марғұа сол отырғанынан іңір қараңғылығына дейін тырп етпеді. Бір уақытта тамақ сұрап жігері қыңқылдай бастады. Бұл лажсыз тұрып ас үйге беттеді. Мұқанды алып кеткен күні Марғұа қалтасында 40 соммен қалған. Соны балаларына талғажау етті. Оның да түбі көрінейін деді. Марғұа тас қамалдай сұсты үйдің есігін күзетудің бәрібір танған жоқ. Бүгін де айналып жүр. Күндердің күнінде ұзақ күтуден соң батыс жақтағы бүйірдегі есіктен шыққан әлдебіреудің қарасын байқап, енді тек осы есікті төңірейтін болды. Дүниедегі ең қиын нәрсе белгісіздік болса керек. Басына үс түсіп зобалаңда кеткен жарынан хабар ала алмай, зарығудың не екенін Марғұа сонда білді. Еш дерегі жоқ. Қайда апарды? Не күйде? Қандай кінәсі бар? Марғұа көшеге шықса, маңдайында халық жауының әйел деген қарғыс таңбасы бардай, ешкімнің жүзіне тіке қарауға батпады. Бұрынғы дос-жаран дегендері бұдан қашқалақтайды. Қайсы біреулер мұны көрсе көрмеген болып қасынан өте шығады. Тіпті ұшыраспас үшін көшенің келесі бетіне тайқып кететіндерді талай байқады. Ондайда жігері жасып, орта жолдан үйіне қайтып келуші еді де екі көзге ерік беретін. Бірақ тағат тауып тағы отыра алмады. Сұр үйді бір айналып шығуды міндет секілді. Өткен жылғыдан кейін медетті үйде қалдыруға қорқатын болды. Жылылап орап алып көтеріп жүреді. Бір келген жолы ер адамның есік жақтауындағы түйменің басқанын, іштен әскери жігіт есікті ашып, оны кіргізіп алғанын анық көрді. Сырттан қоңырау беріп керектігін сонда барып ұққандай. Ойында қалған бар қуатымен қайратын жинап, бұл да есікті жақындап, дірілдеген саусағымен түймені әрең басты. Есікке жамбытып тықыр етіп ашыла берді. Арғы жағындағы шақсының тұздай көзі атсыздай болып, саған не керек деп кесе-көлденең тұра қалды. Марғұа ұзақ уақыт күзетіп жүріп, тірі пендемен тілдесуге қолы әрең жеткенде, есік қайта жабылып қалар ма деген қорқыныштан шап беріп тұтқасына жабысып, ішке қарай жан дәрменімен ұмтылды. Неше күнгі жұптан жүрген сөзін де айта алмай, еңіреп жылап қоя берді. Күйеуім осында дей береді бар болған. Сақшы жап-жас жігіт еді. Қан ішіне тартып сұрланып алған. Еш нәрсені тыңдайтын түрі жоқ. Бала көтерген әйелдің көз жасы оны жібіте алмады. Көкірегінен итермелеп сыртқа қыстырып тастады. Есік қайта тарс жабылды. Мұқанның бір дерегін білсем-ау деген үміті шорт үзілгендей. Сол уақытта Құдай жарылға әбіштен егделеу біреудің шыға қалмасы бар ма? Ебіл-дебіл жылаған мұның түрін көріп, неғып жүргенін сұрады. Бұл жылағанын қойып, бұдан бірнеше күн бұрын түнде алып кеткен күйеуін іздеп жүргенін, өлі тірісін білмейтінін айтты. Ол сәл ойланып барып, күйеуінің аты-жөнін айтшы деді. Ішке кіріп кеткен ол бір қыдырудан соң шығып, күйеуінің ісі тергеуде жатыр. Тексеріс әлі біткен жоқ. Бұл араға көп келе берме. Өзіңді де отырғызып қояды, деді қасынан өтіп бара жатып, елеусіз. Марғұаның зәресі зәр түбіне кетті. Үйіне қарай зымырасын. Тірі екен ғой жарығым деген ол, бірақ ой оның санасын баурап алған.
Тәңірім, оған өзің жар бола көр. Әлі тексеруде болса ақ-қарасын анықтайды ғой. Күйеуінің жазықсыз екенін айдан анық қайтаратын болар. Ендеше бұл несіне жылайды? Үміт ойы қайта жанды. Келісімен жеті нан пісіріп, көршілердің аулада ойнап жүрген балаларына таратып берді. Осы балалардай уайымсыз қайғысыз өте көр. Марғұа енді өз балаларын ашықтырмауын қамына кірісті. Киім ілгіште тұрған өзінің киімдерін түгел алып, өңі түзу, өтеді-ау дегендерді бөлек іріктеді. Оның бір кер сәнді көйлек көншегі көрмес еді. Аз да болса талғаммен алынған сапалы дүниелер. Көбі Көнкөсем атындағы қаладан қайтарларында ала келген. Бұл жақта әлі жоқ таңсық заттар. Жақсы киім көздің құрты ғой. Бұрын сұрап қызығушылар көп болушы еді. Халық жауының әйелінің киімін енді кім алсын? Одан да ешкім білмейтін жаққа жіберуге оқталды. Ол бәрін киінген сөмкеге салып алып, киілген киімдерді алатын дүкенге тартты. Құнын көп төмендетіп қойғанына қарамастан бәрін өткізіп кетті. Неғұрлым арзанырақ болса, соғұрлым тез өтетіні белгілі. Өтуіне қарай пұлын келіп алып тұратын болды. Осы айтқан бағаларын берсе де балаларына біразға жетерлік нәпақа. Өзінің бұл тақпырлығына риза болып, тіпті өжеттеніп кеткен, ол келесі жолы тағы нелерді сатуға болатынын ойлап қойды. Бұл енді үйден көп ұзап шықпауға айналды. Сыртқа шықса, әне, халық жауының әйелі кетіп барады деп, жұрт саусағын шошайтып көрсететіндей төменшіктей берді. Мұқан қайтып келеді деген үміті әлсіреп барады. Мұқанды алып кеткеннен кейін 21 күн өткенде үйге бейуақыт жерден шыққандай болып, зор денелі орыс жігіті кіріп келді. Оны көрген бойда-ақ Марғұа тізесі қалтырап отыра кетті. Келген жігіт сүрткішпен бекітілген бөлменің есігін тексеріп, бұны жауапқа шақырған тілдей қағазды қолына ұстатты. Қай уақытта қай жерге баратыны анық жазылыпты. Өзі барып күнде есігін күзетіп жүрген сұр үй ғой баяғы. Құраған жерім осы шығар деп ойлады. Ұзынқұлақтан халық жауының әйелдерінде ұстап балаларын жетімдер үйіне өткізіп жатыр деген естуі бар. Ондай зұлмат өздеріне соқпаса екен деп тілеуші еді. Бірақ бұл сұмдықтың таянғанын сезді. Адамның тіпті жылауға да шамасы келмей қалатын кезі болады екен. Бүкіл санасы, ақыл-ойы сымдай тартылып, қатып қалғандай еш нәрсені байыппен ойлай алмады. Түнімен балаларын кірін жуып, киім-кешектерін жинастырып, ретке келтірді. Молдап тамақ істеді. Өзінің не істеп не қойып жүргенін біліп жатпағандай. Мағынасыз ұзақ күйбеңдеді. Істейтін жұмыс та таусылғандай. Балаларын жуындырып жатқызып, өзі де жуынып шайынып, бұршақ қыбылаға қарап отырып, бала жастан есінде қалған қажы атасынан үйренген дұғаларын есіне түсіріп оқуға кірісті. Тапжылмастан бірнеше қайырып ұзақ оқыды. Көлін бекітіп, бойын қатайтты. Тәңірі өзі берген жанын өзі алады. Адамның қолындағы емес, Алланың қолындағы дүние. Мұның балаларының несібелерін Алласыз сордан жаратпаған шығар. Иншалла деп орнынан тұрып, өңі түзіп бір қабат киімін киіп, жауапқа баруға жиналды. Таң атысымен екі баласын тамақтандырып, Құдайға аманаттап, тез келетінін айтып, сырттарынан бекітіп, медетін көтеріп үйінен шықты. Айтқан уақытында жетті. Өткенде есікке келіп түймені батылдана басты. Іштен шыққан сақшыға тілдей қағазды көрсетіп еді, мұны айналдырып әкеліп терістік жағындағы бұрышта қабырға түстес сырмен зырланған, көзге шалынар-шалынбас кішкене есіктен кіргізді. Бірінші қабаттағы бір бөлмеге апарып отырғызып қойды. Қазір тергеуші келеді деген. Содан бұл ұзақ тосты. Ысылдаған баласы қыңқылдап жылай бастады. Орауын шешіп жеңілдетіп көтеріп алды. Төсін сауып бөтелкеге құйып алып шыққан сосын темізді. Түс сәлетінде ыздиған біреу келіп кірді. Оны көзімен ішіп-жеп тесіреп тентек қазақ қарады. Көзі өкпенінен өтеді. Сірә басынан ықтырып алмақ. Марғұа сыр бермеді.
тастай қатып отыр. Аты жөнін сұрады. Бір сөзбен жауап берді. Іштей шымырқанып ызасы келді. Шақырып отырған адамның аты жөнін білмей қалып па? Салғастыр жайы жоқ. Тәртіптері солай шығар. Ит бүлікпе. Тергеуші одан кейін балаңды неге алып келдің деп кіңжеді. Бұл қалдыратын адамы жоқ. Үйінде тағы екеуі иесіз қалғанын айтып тезірек бастауын сұрады. Ондай батылдықтың өзіне қайдан келгеніне таңы бар. Да, деп тергеуші мұрнының астынан міңгірлей ұзақ созды. Қай жерде қызмет істегенін сұрады. Бұл жұмыс істеп көрмеген, бұның міндеті бала туып оны күту екенін түсіндірді. Тергеушінің Марғұланның өзі турасындағы сұрағы осымен тәмамдалып, күйеуінің жайына көшті. Күн көсем атындағы қалаға неге барғандарын, ол жақта кіммен жақын араласқандарын, күйеуінің немен айналысқан ежіктеп сұрап көп отырды. Айналдырып келіп бір нәрсені қайталап терге берді. Жаңылдырып, шатастырып, тығырыққа тіремек. Марғұланға жаңылып не көрініпті? Ол адам аттарын жадында қатты сақтаушы еді. Араласқан адамдар есінде ғой. Орыс кісілерінің екі ауыз тілде дядя, тетя деген сөздерінен аттағанды маған ұнатпайтын. Алғаш барған уақыттарында жалдап алған үйінің иелерінен бастап жатақхана қызметкерлерін, өзінің ұстаздарын, бұның күнделікті араласатын адамдарын міндетті түрде әкесінің атын қосып толық айтқызып үйреткен. Бұл мәдениет, әрі құрмет деп ұқтыратын. Марғұла ол жақтағы өз білген жергілікті орыстардың ат жөндерімен сақылдатып айтып берді. Ол кезде Марғұланың өзі де орысшаны тәп-тәуір меңгерген болатын. Сен жұмыс істемей үйде отырсаң, орыстығын қайдан үйреніп жүрсің деп сұрады тергеуші сөзінің арасында. Ленинградта үйрендім, басқа не десін. Тергеуші әлдеқандай қағазды ұзақ толтырды. Марғұлаға ол әдейі уақытты созып, мұның жүйкесіне тиіп ілгісіп отырғаны көрінді. Бұл да сазарып отыра берді. Тек бала жыламаса екен. Әйткенмен медеттің еметін уақыты болып еді. Ол уілдеп жылай бастады. Кешіріңіз, мен баламды емізуім керек, деді тергеушіге тіке қарап. Тергеуші ашудан шытынап жарылардай. Бұдан кейінгі шақыртуларға баласыз келетін бол деп тікеңдеді. Осыдан-ақ Марғұла бұл жол тозақтан аман құтылатын іш сезді. Бірақ қуанарлық реті жоқ еді. Халық жауларының отбасына Алматыда тұруға тыйым салынған. Қаладан тез арада кетуім керек деген нығырлай айтты. Қайда кететініңді, тоқтаған жеріңді айтып хабарла деп қолына телефонын, аты жөнін тілдей қағаз ұстатты. Марғұла жауап алудың осымен аяқталғанын шамалап, күйеуіме жолығуыма бола ма деп сұрады нық дауыспен. Рұқсат жоқ. Жауап келте қайырды. Ендеше оны-мұны беріп жіберуге бола ма деді тағы батылдан. Оған да рұқсат етілмейді. Айына бір-ақ рет тамақ кіргізуге болады. Күйеуінің отырғанын әлі бір ай болған жоқ қой деді. Иә. Бұл ияның астында үлкен қуаныш жатқандай. Марғұла ойламаған жерден күйеуінің аман-ес екенін біліп алды. Баласын бауырына басқан бұл тергеуден бір жағы осылайша қуанып, бір жағы қобалжып шықты. Айдаһардың аузынан тірі қайтқан қоянның көжегіндей дірдектің Марғұла сонда білді. Еш дерегі жоқ. Қайда апарды, не күйде, қандай кінәсі бар. Марғұла көшеге шықса маңдайында халық жауының әйелі деген қарғыс таңбасы бардай, ешкімнің жүзіне тіке қарауға батпады. Бұрынғы дос-жаран дегендері бұдан қашқалақтайды. Қайсы біреулер мұны көрсе көрмеген болып қасынан өте шығады. Тіпті ұшыраспас үшін көшенің келесі бетіне тайқып кететіндерді талай байқады. Ондайда жігері жасып, орта жолдан үйіне қайтып келуші еді де екі көзге ерік беретін. Бірақ тағат тауып тағы отыра алмады. Сұр үйді бір айналып шығуды міндет секілді. Өткен жылғыдан кейін медетті үйде қалдыруға қорқатын болды. Жылылап орап алып көтеріп жүреді. Бір келген жолы ер адамның есік жақтауындағы түймені басқанын, іштен әскери жігіт есікті ашып, оны кіргізіп алғанын анық көрді.
сырттан қоңырау беріп керектігін сонда барып ұққандай. Бойында қалған бар қуаты мен қайратын жинап, бұл да есікті жақындап, дірілдеген саусағымен түймені әрең басты. Есікке жамбытып тықыр етіп ашыла берді. Арғы жағындағы шақсының тұздай көзі атсыздай болып, саған не керек деп кесе-көлденең тұра қалды. Марғұа ұзақ уақыт күзетіп жүріп, тірі пендемен тілдесуге қолы әрең жеткенде, есік қайта жабылып қалар ма деген қорқыныштан шап беріп тұтқасына жабысып, ішке қарай жан дәрменімен ұмтылды. Неше күнгі жұптан жүрген сөзін де айта алмай, еңіреп жылап қоя берді. Күйеуім осында дей береді бар болған. Сақшы жапырас жігіт еді. Қан ішіне тартып сұрланып алған. Еш нәрсені тыңдайтын түрі жоқ. Бала көтерген әйелдің көз жасы оны жібіте алмады. Көкірегінен итермелеп сыртқа қыстырып тастады. Есік қайта тарс жабылды. Мұханның бір дерегін білсем-ау деген үміті шорт үзілгендей. Сол уақытта Құдай жарылғап іштен егделеу біреудің шыға қалмасы бар ма? Ебіл-дебіл жылаған мұның түрін көріп, неғып жүргенін сұрады. Бұл жылағанын қойып, бұдан бірнеше күн бұрын түнде алып кеткен күйеуін іздеп жүргенін, өлі тірісін білмейтінін айтты. Ол сәл ойланып барып, күйеуіңнің аты-жөнін айтшы деді. Ішке кіріп кеткен ол бір қыдырудан соң шығып, күйеуінің ісі тергеуде жатыр. Тексеріс әлі біткен жоқ. Бұл араға көп келе берме. Өзіңді де отырғызып қояды, деді қасынан өтіп бара жатып. Елеусіз. Марғұаның зәресі зәр түбіне кетті. Үйіне қарай зымырасын. Тірі екен ғой жарығым деген ол, бірақ ой оның санасын баурап алған. Тәңірім, оған өзің жар бола көр. Әлі тексеруде болса ақ-қарасын анықтайды ғой. Күйеуінің жазықсыз екенін айдан анық қайтаратын болар. Ендеше бұл несіне жылайды? Үміт ойы қайта жанды. Келісімен жеті нан пісіріп, көршілердің аулада ойнап жүрген балаларына таратып берді. Осы балалардай уайымсыз қайғысыз өте көр. Марғұа енді өз балаларын ашықтырмауын қамына кірісті. Киім ілгіште тұрған өзінің киімдерін түгел алып, өңі түзу, өтеді-ау дегендерді бөлек іріктеді. Оның бір кер сәнді көйлек көншегі көрмес еді. Аз да болса талғаммен алынған сапалы дүниелер. Көбі Көнкөсем атындағы қаладан қайтарларында ала келген. Бұл жақта әлі жоқ таңсық заттар. Жақсы киім көздің құрты ғой. Бұрын сұрап қызығушылар көп болушы еді. Халық жауының әйелінің киімін енді кім алсын? Одан да ешкім білмейтін жаққа жіберуге оқталды. Ол бәрін киінген сөмкеге салып алып, киілген киімдерді алатын дүкенге тартты. Құнын көп төмендетіп қойғанына қарамастан бәрін өткізіп кетті. Неғұрлым арзанырақ болса, соғұрлым тез өтетіні белгілі. Өтуіне қарай пұлын келіп алып тұратын болды. Осы айтқан бағаларын берсе де балаларына біразға жетерлік нәпақа. Өзінің бұл тақпырлығына риза болып, тіпті өжеттеніп кеткен, ол келесі жолы тағы нелерді сатуға болатынын ойлап қойды. Бұл енді үйден көп ұзап шықпауға айналды. Сыртқа шықса, әне, халық жауының әйелі кетіп барады деп, жұрт саусағын шошайтып көрсететіндей төменшіктей берді. Мұқан қайтып келеді деген үміті әлсіреп барады. Мұқанды алып кеткеннен кейін 21 күн өткенде үйге бейуақыт жерден шыққандай болып, зор денелі орыс жігіті кіріп келді. Оны көрген бойда Марғұа тізесі қалтырап отыра кетті. Келген жігіт сүрткішпен бекітілген бөлменің есігін тексеріп, бұны жауапқа шақырған тілдей қағазды қолына ұстатты. Қай уақытта қай жерге баратыны анық жазылыпты. Өзі барып күнде есігін күзетіп жүрген сұр үй ғой баяғы. Құраған жерім осы шығар деп ойлады. Ұзынқұлақтан халық жауының әйелдерінде ұстап балаларын жетімдер үйіне өткізіп жатыр деген естуі бар. Ондай зұлмат өздеріне соқпаса екен деп тілеуші еді. Бірақ бұл сұмдықтың таянғанын сезді. Адамның тіпті жылауға да шамасы келмей қалатын кезі болады екен. Бүкіл санасы, ақыл-ойы сымдай тартылып, қатып қалғандай еш нәрсені байыппен ойлай алмады.
Түнімен балалардың кірін жуып, киім-кешектерін жинастырып ретке келтірді. Молдап тамақ істеді. Өзінің не істеп не қойып жүргенін біліп жатпағандай. Мағынасыз ұзақ күйбеңдеді. Істейтін жұмыс та таусылғандай. Балаларын жуындырып жатқызып, өзі де жуынып шайынып, бұршақ қыбылаға қарап отырып, бала жастан есінде қалған қажы атасынан үйренген дұғаларын есіне түсіріп оқуға кірісті. Тапжылмастан бірнеше қайырып ұзақ оқыды. Көлін бекітіп, бойын қатайтты. Тәңірі өзі берген жанын өзі алады. Адамның қолындағы емес, Алланың қолындағы дүние. Мұның балаларының несібелерін Алласыз сортан жаратпаған шығар. Иншалла деп орнынан тұрып, өңі түзіп бір қабат киімін киіп, жауапқа баруға жиналды. Таң атысымен екі баласын тамақтандырып, Құдайға аманаттап, тез келетінін айтып, сырттарынан бекітіп, медетін көтеріп үйінен шықты. Айтқан уақытында жетті. Өткенде есікке келіп түймені батылдана басты. Іштен шыққан сақшыға тілдей қағазды көрсетіп еді, мұны айналдырып әкеліп терістік жағындағы бұрышта қабырға түстес сырмен зырланған, көзге шалынар-шалынбас кішкене есіктен кіргізді. Бірінші қабаттағы бір бөлмеге апарып отырғызып қойды. Қазір тергеуші келеді деген. Содан ұзақ тосты. Ысылдаған баласы қыңқылдап жылай бастады. Орауын шешіп жеңілдетіп көтеріп алды. Төсін сауып бөтелкеге құйып алып шыққан сосын емізді. Түс әлетінде ыздиған біреу келіп кірді. Мұны көзімен ішіп-жеп тесірейіп тінте қызақ қарады. Көзі өкпенінен өтеді. Сірә басынан ықтырып алмақ. Марғұла сыр бермеді. Тастай қатып отыр. Аты жөнін сұрады. Бір сөзбен жауап берді. Іштей шымырқанып ызасы келді. Шақырып отырған адамның аты жөнін білмей қалып па? Салғасыр жайы жоқ. Тәртіптері солай шығар. Ит біліп пе? Тергеуші одан кейін балаңды неге алып келдің деп кіміңжеді. Бұл қалдыратын адамы жоқ. Үйінде тағы екеуі иесіз қалғанын айтып тезірек бастауын сұрады. Ондай батылдықтың өзіне қайдан келгеніне таңы бар. Да, деп тергеуші мұрнының астынан міңгірлей ұзақ созды. Қай жерде қызмет істегенін сұрады. Бұл жұмыс істеп көрмеген, бұның міндеті бала туып оны күту екенін түсіндірді. Тергеушінің Марғұланның өзі турасындағы сұрағы осымен тәмамдалып, күйеуінің жайына көшті. Көсем атындағы қалаға неге барғандарын, ол жақта кіммен жақын араласқандарын, күйеуінің немен айналысқан ежіктеп сұрап көп отырды. Айналдырып келіп бір нәрсені қайталап терге берді. Жаңылдырып, шатастырып, тығырыққа тіремек. Марғұлаға жаңылып не көрініпті? Ол адам аттарын жадында қатты сақтаушы еді. Араласқан адамдар есінде ғой. Орыс кісілерінің екі ауыз тілде дядя, тетя деген сөздерінен аттағанды маған ұнатпайтын. Алғаш барған уақыттарында жалдап алған үйінің иелерінен бастап жатақхана қызметкерлерін, өзінің ұстаздарын, бұның күнделікті араласатын адамдарын міндетті түрде әкесінің атын қосып толық айтқызып үйреткен. Бұл мәдениет, әрі құрмет деп ұқтыратын. Марғұла ол жақтағы өзі білген жергілікті орыстар аты-жөндерімен сақылдатып айтып берді. Ол кезде Марғұланың өзі де орысшаны тәп-тәуір меңгерген болатын. Сен жұмыс істемей үйде отырсаң, орыстығын қайдан үйреніп жүрсің деп сұрады тергеуші сөзінің арасында. Ленинградта үйрендім, басқа не десін. Тергеуші әлдеқандай қағазды ұзақ толтырды. Марғұлаға ол әдейі уақытты созып, мұның жүйкесіне тиіп ілгісіп отырғаны көрінді. Бұл да сазарып отыра берді. Тек бала жыламаса екен. Әйткенмен медеттің еметін уақыты болып еді. Ол уілдеп жылай бастады. Кешіріңіз, мен баламды емізуім керек, деді тергеушіге тіке қарап. Тергеуші ашудан шытынап жарылардай. Бұдан кейінгі шақыртуларға баласыз келетін бол деп тікеңдеді. Осыдан-ақ Марғұла бұл жол тұзақтан аман құтылатын іш сезді. Бірақ қуанарлық реті жоқ еді. Халық жауларының отбасына Алматыда тұруға тыйым салынған.
қаладан тез арада кетуім керек дегенді нығырлай айтты. Қайда кететініңді, тоқтаған жеріңді айтып хабарла деп қолына телефонын, аты-жөнін, тілдей қағаз ұстатты. Марғұа жауап алудың осымен аяқталғанын шамалап, күйеуіме жолығуыма бола ма деп сұрады нық дауыспен. Рұқсат жоқ, жауап келте қайырды. Ендеше оны-мұны беріп жіберуге бола ма деді тағы батылдан. Оған да рұқсат етілмейді. Айына бір-ақ рет тамақ кіргізуге болады. Күйеуің отырған әлі бір ай болған жоқ қой деді. Иә. Бұл ияның астында үлкен қуаныш жатқандай. Марғұа ойламаған жерден күйеуінің аман-ес екенін біліп алды. Баласын бауырына басқан бұл тергеуден бір жағы осылайша қуанып, бір жағы қобалжып шықты. Айдаһардың аузынан тірі қайтқан қоянның көжегіндей дірдек қағып келеді. Бақыт деген сарсылмалы дүние екенін сонда түсінгендей. Бұның сол шақтағы көңіл күйі бақыт дегеннің барысы рас болса, сол бақыты осы шығар деп келетіндей. Балалары да аман, енді не керек саған? Қуана бер Марғұа деді өз-өзіне қайрап. Тәуба, 1000 мәрте құлдық жасаған ем. Бір жолғы қатерлік бетіп айтқандай. Қайта қаладан кету керек дейді. Кету керек болса кетер, сонда қайда бармақ? Мұқаның ұсталуы тек өз шаңырағына ғана емес, бүкіл әулетке зобалаңы келгендей. Ол өзі институтты тамамдайтын жылы қартайған әке-шешесін уақ балалармен Алматыға көшіріп алған еді ғой. Қаланың сыртынан үй алып, бұлар шалғайға оқуда жүргенде балалар отырған. Інісі Кәдір оған қызмет істейтін институтта оқушы еді. Халық жауының туысына арамызда орын жоқ деп әуелі оны оқудан шығарып жіберді. Марғұа енді өз жағдайларын қамын өз ойлады. Мұқанның кетіп бара жатып, балаларды аман сақта дегені құлағында тұр. Осы сөзі Аматтай көкейінен кетпейді.